Ешектің шағымы. Жырласаң айтқандай боласаң өсек, біздерге де берің енді сөз кезек. Гәз жаңғайда дейіп әттегі ешек, бақытылда көз жас төккенін көрдім. Күнде отын тасып арқамыз жауыр, түсініңде енді бізге де ауыр. Бізден пайдаланар полный вес ауыл, деп бейшара көз жас төккенін көрдім. Қамшы тиген сайын жуырғанына, қауыш жейін десе қуылғанына, дүнияға ешек көп туылғанына, байғұс өзін өзі сөккенін көрдім. Бекар қиялларға кеуілім бөлмей, құтылмақ жоқ дейіп біздерге өлмей, әтті гүрресінің сықылын көрмей, бейшара күннен күн шөккенін көрдім. Жыңғыл қара барақ бәрін тасуға, имканым болмай тұр тастап қашуға, деп тісленіп байғұс мініп ашуға, тек арбасын ғана тепкенін көрдім. Ішкі сезімлерін түсінбес әркім, талабым отынға тынбастан әр күн. Ұмытайын дейіп кеуілдің дәртін, сүйеніп сигарет шеккенін көрдім. Бір жағым шағаман, бір жағым шымбай, күнде отын тасу аяғым тынбай. Атасына нәлет өмірдің бұндай, деп байғұстың нәлет еткенін көрдім. Bir gün otun bolsa, bir günü tamır, bәріне қылдыққа үндемей сабыр. Алла тілегімді қылғайда қабыл, деп байғұстың көз жас төккенін көрдім. Минетті іследік, кеуіл кең болып, жүкті тасып тракторға тең болып, қартайсақ кетеміз итке жем болып, деп шағымы көкке жеткенін көрдім. Hürmetпен Алишер Утимуратов.